Қайырлы күн оқырмандар, бұл видеода сіздерге бүйрек ауруының алғашқы белгілері туралы нақты айтатын боламын. Ең алдымен арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып алыңыздар. Әлемдік статистикада бүйректің созылмалы ауруы өлімге алып келетін алғашқы себептердің бірі екендігі нақты көрсетілген. Біздің елімізде де бұл дерттің шырмауына түсіп, шырылдап жүрген жандар жетерлік. Сонымен бүйрек зәр өндіріп, несеп жолдары арқылы сыртқа шығарумен айналысады. Ағзадағы зат алмасу кезінде пайда болған сұйықтық пен токсиндерді сүзгіден өткізіп, зәрмен бірге айдап жібереді. Сол сияқты қанның қышқылын арттырмаудың алдын алатын қышқыл сілтілік тепе-теңдікті реттеп отырады. Бүйрек артериялық қысымды қалыпты ұстап, гормондарды өндіруге атсалысады. Сонымен қатар біздің бүйрегіміз Д дәруменін өндіріп, қандағы кальцийдің көрсеткішіне ықпал етуге қауқарлы. Бұл дәрумен сүйектің мықтылығын сақтауға көмектесетін минералдандыру әрекетіне өте қажет. Бүйрек күніне 24 сағат артық сұйықтық пен зат алмасудан қалған токсиндерді шығарып отырады. Сау бүйрек тәулігінде қанды 300 рет тазалауға қауқарлы. Яғни орташа есеппен 1500 литр қан әр күн сайын бүйрек арқылы өтіп тұрады. Көбіміз ісу, бас ауруы мен шаншудың өзі дәрігерге көрінудің алғашқы белгілері екенін біле бермейміз. Ағзамыздың сүзгісі болған бүйрекке инфекция, созылмалы дерттер, нашар экологиялық ахуал, дәрілер, тағамдық токсиндер, темекі тарту, алкоголь, салауатты өмір салтын сақтамаудың барлығы да өзінің кері әсерін тигізеді. Бүйрек аурулары көбінесе білінбей жүріп пайда болады. Алайда адамдар сол белгілердің несеп жыныс жүйесіне тікелей қатысы барына назар аудара бермейтіні өкінішті-ақ. Жалпы статистикада бүйрегі ауыратын адамдардың 96% уақытты өткізіп алса, жүрек қан тамыр ауруларына шалдығатындығы белгілі. Ендеше мен сіздерге бүйрек ауруының алғашқы белгілерін айтып өтейін. Ең алдымен зәрдегі көбік. Зәр қатты қыстап, дәрет сындырғанда көбіктің пайда болуы ол қалыпты жағдай. Ал оған қосымша аурулардың қосылуы алаңдауыңызға жақсы себеп. Дәрігерлер көбіктің зәрдегі ақуыз бен токсиндердің болмағанынан хабар беретінін айтады. Бұл бүйректің дұрыс жұмыс жасамауынан, әртүрлі қосындылар мен қан құрамын сүзгіден өткізудегі бұзылыстардан пайда болады. Екіншіден, зәрдің түсінің өзгеруі. Жалпы зәрдің түсі ақ сарыдан бастап қою кәріптас түске дейін түрлене беруі мүмкін. Оның түсін өзгертуге біздің жеген кейбір тағамдарымыз да әсер етеді. Мысалы қызылша, жидек, фасоль және де дәрі-дәрмектерді қолданғанда зәрдің түсі сарғылт, қоңыр, қызыл, тіпті жасыл көк түске дейін өзгеруі мүмкін. Ал мұндағы басты мәселе жоғарыдағы тағамдарсыз зәрдің қызыл түске енуі. Мұндай жағдайда жылдамырақ дәрігерге барған жөн. Үшіншіден, зәрдің тұнық болмауы. Бұл бүйректегі тастан немесе несеп шығару жүйесіндегі инфекциядан хабар беретін симптом. Тұнықтығын бұзатын тағы бір себеп зәрдің сусыздануы, яғни қоюлануы. Мұндай жайсыздықты байқасаңыз, көбірек су ішуге тырысыңыз. Бірнеше литр сұйықтық зәріңізді қайта мөлдірлік қалпына келтірсе, бәрі дұрыс деген сөз. Егер олай болмаса, міндетті түрде нефролог маманының көмегіне жүгінгеніңіз абзал. Келесі белгісі бел ауруы. Ауырсыну сезімі арқада пайда болады. Қабырға астында, омыртқа жотасының оң және сол жақ бөлігіне беріледі. Ол кейде ішке және жыныс жолдарына дейін жетіп жатады. Бұл ауруды омыртқамен байланыстырып, шатастыратындар көптеп кездеседі. Олай қателесуге болмайды. Ауруды одан әрі асқындырып аласыз. Келесі белгісі созылмалы шаршау мен әлсіздік. Бүйрек эритроциттердің құрылуын бақылайтын эритропоэтин гормонын өндіреді. Оның аздығы анемия, әлсіздік пен шаршауға алып келеді. Бұл бүйректі тексеруден өткізуге алғашқы себеп болып тұр. Бүйрек ауруының келесі белгісі бастың ауруы немесе бас айналуы.
Бүйрек жұмысының бұзылысынан ағзаға жиналып қалған токсиндер мидың дұрыс жұмыс жасауына кедергі келтіреді. Бұл есте сақтау қабілетін нашарлатып, бастың ауруымен айналуына себеп болады. Оған дейін жеңіл атқарып жүрген жұмыстарыңыз қиынға соғып, көп күшті талап етпек. Бүйрек жұмысының нашарлауынан анемия мен басқа да асқыну процестері жүреді. Егер бұл симптомдар жиі-жиі мазаңызды алса, несеп шығару жүйесін тексеруден өткізу керек. Бүйрек ауруының тағы бір белгісі жүректің айнуы мен лоқсу. Егер тамаққа дейін және кейін жүрегіңіз айныса, бұған тамақтан улану мен асқазан жолдарындағы бұзылыстардың қатысы жоқ. Міндетті түрде бүйрегіңізді тексертіңіз. Ағзаға түсіп жатқан зиянды заттарды сүзгіден өткізуге оның шамасы келмей жатқан болар. Алдымен лоқсудың басқа да себептерін сызып тастау үшін терапевтке барып, одан соң нефрологқа көрініңіз. Бүйрек ауруының келесі бір белгісі жиі зәр шығару. Бұл жайсыздыққа несеп шығару жолдарының кез келген ауруы себепкер болуы ықтимал. Ал дәл бүйрекке қатысты айтар болсақ, инфекция, тастың пайда болуы немесе ағзадағы сұйықтықтың тепе-теңдігін сақтайтын функцияның бұзылысы адамдарды әуре сарсаңға салады. Бүйрек ауруының тағы бір белгісі ісік. Бұл ағзада сұйықтық кідіріп қалғанда болатын жайсыздық. Соның кесірінен аяқ пен көздің айналасы ісініп шыға келеді. Ісіктің өзі сізде шынымен бір аурудың барын анықтап бере алмайды. Тұзды тамақ жеу, бір орында ұзақ отыру, немесе кейбір дәрі-дәрмектері адам денесінің ісініп, толынуына алып келеді. Әйелдерде ішке қабылдаған су, етеккір немесе аяғы ауыр кезінде ағзада ұзақ сақталуы мүмкін. Ал ісіктің беті қайтпай жиі белгі бере беруі ол бүйректегі проблемаға сілтейді. Бүйрек ауруының келесі бір белгісі артериялы қысымның лезде көтерілуі. Бүйрек адамның гормоналды жүйесінің басты қозғаушы күштерінің бірі. Ол қысым мен ағзадағы қан көлемін реттеуші. Сол себепті олардың жұмысындағы бұзылыс гипертонияның ұстамасына алып келуі мүмкін. Айтпақшы, бұл белгі ілгеріде атап өткен белгілермен қатар пайда болса ғана бүйректің жұмысындағы проблемалардан хабар береді. Бүйрек ауруының жалпы тағы бір келесі белгісі дене температурасының өзгерісі. Үнемі тоңып дірілдеу мен себепсіз қысымның жоғарылап кетуі бүйректегі бұзылыстардың әсері деп біліңіз. Дәрігерлер адам температурасы бүйректің қабынуынан көтеріледі дейді. Көптеген бүйрек аурулары асқынып, сізді әбден әлекке салуы мүмкін. Сол үшін жоғарыда аталған симптомдарды елемей жүре бермеңіз. Ақпараттар пайдалы болса, каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыз.